Ағаш пен оның тамыры. Ертеде бір таудың етегінде биікте үлкен бәйтерек өсіп тұрды. Оның діңі мықты бұтақтары әлемге жайылған, ал жапырақтары күннің нұрына малынған еді. Ағаш өз-өзіне риза болып, мен қандай күштімін, мені ешкім де жыға алмайды деп ойлайтын. Оның жемістері тәтті, көлеңкесі салқын болғандықтан, барлық жолаушы оған демалуға келетін. Ол өзін ең маңызды, ең көрнекті деп санады. Бірде қатты жел соғып, нөсер жауын құйды. Ағаштың бұтақтары шайқалып, жапырақтары дірілдеді. Ағаш таңданып, өзінің діңіне қарады. Ол қатты шайқалып, құлап кететіндей болды. Сол кезде оның бір бұтағы қорқып, «Уа бәйтерек, біз құлайтын сияқтымыз, күшіміз таусылып барады» деді. Ағаш қатты уайымдап тұрғанда, оның тереңіндегі тамырлары күбірледі. «Қорықпа, біз сені ұстап тұрамыз. Біз сенің негізіңміз, күшімізді саған береміз». Ағаш үнсіз қалды. Ол енді ғана түсінді. Оның барлық сұлулығы, биіктігі, мықтылығы жердің тереңінде жатқан көрінбейтін тамырлардың арқасы. Тамырлар ешқашан көзге түспейді, ешқашан мақтанбайды. Олар тек үнсіз ғана өз міндеттерін атқарады. Олар топырақтың қорегін жинап, суын сіңіріп, ағашқа өмір сыйлайды. Сол сәттен бастап, ағаш ешқашан өзінің күшімен мақтанған жоқ. Ол әрқашан тамырларына алғыс білдіріп, олардың еңбегін бағалады. Бұл притчадағы ағаш ол біз, адамдар, ал оның мықтылығы мен өмірінің тірегі болған тамырлар ата-ана. Ата-ана біз үшін ешқашан аянбайды. Олар бізге барлық жақсылықты беріп, өмірімізді нәрлендіреді. Олардың махаббаты көзге көрінбеуі мүмкін, бірақ олардың бізге деген шексіз мейірімі, еңбегі біздің өміріміздің іргетасы.